Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы сенбі күні сабақ аз. Бүгінгі сабақта шағын мәтіндегі жиі қолданылатын сөздерден құрастырылған қарапайым фразалардың, сөйлемдердің мағынасын түсінесің. Мұғалімнің қолдауымен заттың атын білдіретін сөздерді ауызша, жазбаша тілде қолданасың. Жаңа сөздерге назар аударайық. Ертең хайуанаттар бағы. Жексенбі күні думанға барамын. Сенбі күні досыма барамын. Оқушылар, жаңа сөздерді сөздік дәптерімізге жазып алайық. Тыңда, қайтала, оқы. Бүгін сенбі, ертең жексенбі. Әлібек саябаққа барады. Әнел ата-анасымен хайуанаттар бағына барады. Анна тауға шығады. Саша достарымен ойнайды. Оқушылар, жаңа сөздің дұрыс айтылуына назар аударайық. Ертең. Тыңда, қайтала, оқы. Анна, бүгін қай күн? Бүгін дүйсенбі, ертең сейсенбі. Бүгін сабақ көп. Бүгін 6 сабақ болады. Саша, ертең неше сабақ болады? Ертең 5 сабақ. Ертең сабақ аз. Әнел, ертең неше сабақ болады? Ертең 4 сабақ болады. Ертең сабақ аз. Бірінші тапсырма. Әр қатардағы артық сөзді тауып, неге артық екенін түсіндір. Оқушылар, ойланайық. Тапсырманы қалай орындадық? Бірге тексерейік. Қалам, дәптер, күнделік, сейсенбі, кітап. Бұл қатардағы артық сөз сейсенбі. Себебі сейсенбі оқу құралдарына жатпайды. Дүйсенбі, сейсенбі, қоян, сенбі, жексенбі. Бұл қатардағы артық сөз қоян. Себебі қоян апта күндеріне жатпайды. Арыстан, піл, өшіргіш, аю, қонжық. Бұл қатардағы артық сөз өшіргіш. Себебі өшіргіш жануарларға жатпайды. Алма, сәбіз, жұма, анар, алмұрт. Бұл қатардағы артық сөз жұма. Себебі жұма көкөністер мен жемістерге жатпайды. Сурет, бояу, қарындаш, бейсенбі. Бұл қатардағы артық сөз бейсенбі. Себебі бейсенбі оқу құралдарына жатпайды. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. Екінші тапсырма. Кестені пайдаланып, кімнің не істейтінін айт. Оқушылар, іске сәт. Кестені пайдаланып, кімнің не істейтінін қалай айттық? Бірге тексерейік. Әлібек сейсенбіде шахмат ойнайды, жұмада кітап оқиды. Анна сәрсенбіде қуыршақ ойнайды, жексенбіде хайуанаттар бағына барады. Саша сейсенбіде бассейнге барады, бейсенбіде доп ойнайды. Әнел дүйсенбіде әткеншек тебеді, сенбіде велосипед тебеді. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. Үшінші тапсырма. Қажетті сөзді орнына қойып, сөйлемді толықтырып жаз. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін.
сөйлемді қалай толықтырып жаздық? Өз тапсырмаларыңды біз ұсынған тапсырма үлгісімен салыстырып көріңдер. Әлібек сейсенбіде шахмат ойнайды. Саша сейсенбіде бассейнге барады. Анна дүйсенбіде қуыршақ ойнайды. Әнел дүйсенбіде әткеншек тебеді. Оқушылар, сендердің де орындаған тапсырмаларың осындай болды деген ойдамын. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Шағын мәтіндегі жиі қолданылатын сөздерден құрастырылған қарапайым фразалардың, сөйлемдердің мағынасын түсіндің. Мұғалімнің қолдауымен заттың атын білдіретін сөздерді ауызша, жазбаша тілде қолдандың. Енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болғанына сенімдімін. Үйге тапсырма 103-ші беттегі 4-ші тапсырма. Бір-біріңнен аптаның әр күнінде неше сабақ болатынын сұраңдар. Күнделіктегі сабақ кестесіне қарап жауап беріңдер. Оқушылар, сабақ аяқталды, сау болыңдар.